Қайырлы күн, құрметті оқушылар, құрметті 10 сынып оқушылар. Мен сіздермен қазір мынадай бір есеп шығаруға тырысамыз. Есеп координаталармен берілген үшбұрыштың мына элементтерін табу керек. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, ең бірінші үшбұрыш берілген АВС деген. Оның координаталары 2-де 1, А нүктесінің, В нүктесінің минус 1-де 4 және С нүктесінің координаттары 3-те минус 2. Енді осы есепті шығаруында бірінші бізге АВ деген түзудің теңдеуін тап дейді. Яғни, басқа айтқан кезде АВ түзуінің теңдеуін тап десе, бізге бұл жерде үшбұрыш салудың қажеті жоқ, бірақ енді біз берілген үшбұрыш болғандықтан сәйкесінше бір үшбұрыш салып алайық. Міне, кез келген үшбұрыш сала салайық. Біз оны координаталар системасына салып отырса уақытымыз кетеді. Енді өзімізге белгілі АВ-ны тап дегендіктен біз оны АВ дей салайық. С болсын. Енді координаталары берілген. Енді біз мына нәрсені есімізге түсірейік. Кез келген бір бізге АВ осыны беріп тұр. Сондықтан да бұл есепті шығару үшін бірден координаталарын жазып алайық. 2-де 1 және минус 1-де 4. Мен бұлай жеке жазған себебім мына вектор деп қарауға болады бұны, немесе 2 нүкте арқылы берілген түзудің теңдеуін табу. Біз вектор деп қарайтын болсақ, мына жағымыз x1-де y1 болады, бірінші нүкте, мынауымыз x2-де y2 болады. Демек, енді біздің ереже бойынша түзудің жабайы теңдеуі ол бұлай берілетін. Яғни 2 нүкте арқылы өткен түзудің теңдеуін табу үшін біз бұлайынан мынадай теңдеуіміз бар болатын, не? Мейлі, кейде x2 минус x1 бөлінген x минус x1 деп жатамыз, бірақ та ең бастысы мыналардың орындарын ауыстырмасақ болды. y2 минус y1. Бұл 2 нүкте арқылы өткен түзудің жабайы теңдеуі. Жабайы дейді, кейде қарапайым, кейде канондық теңдеу деп айтып жатады. Енді осы теңдеуге қою арқылы біз түзудің теңдеуін аламыз. Енді осыны шығарып көрейік. Енді міне x азайту x1, x азайту x1, x1 дегеніміз мынау. Міне 2. Демек x-тен азайтамыз 2-ні. Алымында бөлімді x2 азайту x1 деп тұр. Демек x2 деп отырғанымыз ол міне минус 1. Минус 1-ден 2-ні азайтса ол минус 3 шығады. Енді y азайту y1-іміз 1. Ал мына жағында y2 азайту y1. Мына 4-тен 1-ді аламыз, ол 3. Енді міне біз негізінде осы теңдеуді жеткілікті. Егерде бізге есепте АВ түзудің канондық теңдеуін көрсетсе, біз осы түрінде қалдыруымызға болушы еді. Бұл канондық түрі. Мынау түзудің канондық теңдеуі. Бірақ бізге жалпы теңдеуін көрсету керек, сондықтан да біз мынадай ax плюс by, мынау түзудің жалпы теңдеуі ax плюс by плюс с тең 0 деген түрге келтіретін болсақ, онда мынаны пропорция ережесі бойынша шығарамыз. Демек, көзіміз көріп тұрғандай, мына 3 пен 3 бірден қысқарады. Сәйкесінше бізде мына жақта x азайту 2 тең, мына минус 1-ін көбейтетін болсақ, минус y плюс 1 болады. Енді бұны барлығын бір жаққа мынадай түрде жазамыз десек, онда бұдан шығатын орында біздің теңдеуіміздің түрі x қосылған y азайту 3 тең 0. Демек, біз бағана есептің ең басында берілген шарт міне. АВ теңдеуін тап десе, міне, мынау біздің есебіміз. Демек, АВ теңдеуін таптық. Мынау АВ-ның теңдеуі. Бұл біріншісі. Бірінші есеп бітті сонымен. Екінші есеп бізде АВ-ға түскен биіктіктің теңдеуін. АВ-ға түскен енді биіктіктің теңдеуін тап дейді. АВ-ға түскен. Енді жаңағы үшбұрышымызды қайтадан салып қояйық. Міне
мына А-ға түскен биіктіктің теңдеуі ол онда С төбесіне түседі. С төбесінің координатын жазып қойып, ол бізге қажет болады. Ол 3-те -2. Және мынау H төбесі. H төбесінің координаттарын белгісіз болғандықтан X-те Y деп қойықшы. Енді бізге демек осы CH-тың теңдеуін тап деп тұр басқа шетінде. Мына жерге жазып аламыз. CH-ымыз ол перпендикуляр А-ға. Немесе біз бүйтіп те қарауымызға болады мынарда. Бұны CH векторы перпендикуляр А-в векторына деп. Бұл бізге есеп шешуді, мына CH-тың теңдеуін табуды жеңілдетеді. Неге жеңілдетеді? Себебі біз мына екі вектор перпендикулярлық шартын қолданатын болсақ, онда біз А-в векторын табамыз. А-в векторын. Себебі екі вектор перпендикуляр болса, олардың скалярлық көбейтіндісі, яғни А-в көбейту CH ол тең 0 болады. Демек осы перпендикулярлық шарт бойынша мен жаңағы берілген CH векторының теңдеуін таба аламын. Ол қалай? Енді А-ның координатын тауып алайық. А-в векторының координаты. А-в векторының координаты негізі мына жерде де табылып тұр. Ол -3-те 3 шын мәнісінде. Себебі вектор болғандықтан бұлардың координаттарын мен бүйтіп жазайын. Вектордың координатын табу үшін, А-в деген вектордың координатын табу үшін, мен мынау В-ның координатынан А-ның координатын аламын. Демек, В-мыздың координаты есептің шарты бойынша міне. В-ның координаты -1-де -4 жазып қойыншы мұнараға. 1-де 4. А-ның координаты 2-де 1. Енді негізі мына жерде тұр, канондық теңдеуді тапқан кезде біз айтатымыз, берілген вектордың бағыттаушы векторының координаталары. Бағыттаушы векторын біз П деп белгілегімізде, оның координаталары мынау -3-те 3. Осы -3-те 3 ол В-ның да координаты болады. Немесе дәлелдеп көріп, міне. -1-ден 2-ні алсақ, -3. 4-тен 1-ді алсақ, ол 3. Демек, А-в деген вектордың координаты -3-те 3 болды. Енді бізге CH векторының координатын табайық. CH векторының координатын табу үшін, ол да жаңағыдай. Ұшының координатынан басының координатын аламыз. Демек, X-тен азайтамыз 3-ті, Y-тен азайтамыз -2-ні. Ол +2 болады. Енді осы міне екі вектордың координатын таптық. Енді екі вектордың координатын сәйкесінше көбейтіп 0-ге теңестіріп шешемізде теңдеуді шығарамыз. Яғни А-в көбейту CH, ол екі векторды көбейту үшін біз сәйкес координаталарын көбейтіп қосатымыз. Міне мынаға мынаны -3 көбейтілген X-3 қосылған 3 көбейтілген Y+2. Енді теңестіріп 0-ге теңестіреміз бұны. Себебі біз айтқанымыз перпендикуляр болғандықтан біз білеміз, мұна биіктік болғандықтан екеуі перпендикуляр. Демек перпендикулярлардың көбейтіндісі, скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болады. Енді мынаны шығаратын болсақ, 3x қосылған 9 қосылған 3y, жақшаны ашып жатырмыз, әрбір сыртындағы көбейткішті жақшаның ішіндегі әрбір көбейткішке жеке-жеке көбейтіп тең 0. Енді бұны ары қарай шығаратын болсақ, енді мен ыңғайлы болу үшін барлығын бүйтіп шығармақ. -3x плюс 3y плюс 15 тең 0. Мен барлығын -3-ке бөліп жіберейін. -3-ке бөліп жүрсем, менде сонда x минус y -5 тең 0 деген шығады. Демек, біз іздеп отырған мынау CH деген биіктіктің теңдеуі, мынадай түрде болды. Яғни, бұл екінші есеп бітті. Демек, қарап алыңыздар мұқият. Сонымен CH-тың биіктігін табу үшін CH пен А-ны біз біріне перпендикуляр векторлар деп қарастырдық. Перпендикуляр векторлардың көбейтісі 0 шартын қолданып, яғни А-в векторы мен CH векторларының координаталарын тауып, олардың координаталарын скаляр көбейтіндісін 0-ге теңестіру арқылы шығардық. Демек, ізделінді теңдеуіміз осы болды. Енді үшінші есеп. Үшінші есеп неме дейді? Өздеріңіз көріп тұрғандай, үшінші есеп АЦ-ға жүргізілген медиананың теңдеуін тап дейді.
мына жерден үшінші есептейін. Енді атысыға жүргізілген медианы. Енді мен мынадай үшбұрышымды бағана салып қойсам. А, В, С. Енді атысыға жүргізілген медианы десе, біз бірден білеміз, медианы дейді, мынаны М дей салайық онша. М дегеніміз, онда М-нің координаталары қиын емес. М-нің координаталарын табуға. М дегеніміз ол мына екі нүктенің медиана болатын екі нүктенің арасында жатыр. Сондықтан М-нің X-ін табу үшін біз мына А-ның X-іне қосамыз, С-ның X-ін бөлеміз 2-ге. М-нің Y-ін табу үшін А-ның Y-іне қосамыз, С-ның Y-ін бөлеміз 2-ге. Өстіп екеуінің координаталарын тауып аламыз. Енді бізде А-ның координаттары өздеріңізде белгілі 2-де 1, С-ның координаттары 3-те -2. Енді қосып 2-ге бөлетін болсақ, міне 2-ге 3-ті қоссақ 5, 5-ті 2-ге бөлсек 2,5. 2,5, ал мынаны естейтін болсақ, 1-ге -2-ні қоссақ, -1, -1-ді 2-ге бөлсек, -0,5. Енді міне осындай медиананың нүктелерін оның не үшін тауып алдық. Енді біз мына жерде міне VM деген медиананың ұзындығын табатын болсақ, VM деген медиананың ұзындығы осы теңдеуді табу үшін екі нүкте арқылы жүргізілген медиананың теңдеуін табу үшін біз шығарамыз. VM-нің векторы бойынша. VM деген вектор бойынша. Міне жаңағы тағы да екі нүкте арқылы берілген түзудің теңдеуін бойынша шешеміз. Міне мынаны біз В-ның координаталары да керек бізге -1-де 4. Енді М-дікінде тауып алдық. М-нің координаттары 2,5 және -0,5 болды. Енді осыны шығаратын болсақ, x2 -x1, міне мынадан мынаны азайтсақ, 2,5-нан -1,5-ді азайтын болсақ 3,5 болады. 3,5 болады. Ал бөлімде x қосылған 1 болады. Енді мына жерде 0,5 азайту 4 дейтін болсақ, -4,5 болады. Ал бөлімінде y азайту 4 болады. Енді бұны сәйкесінше шығаратын болсақ, бұлай қарай. Енді жабайы теңдеу осы жерде қалдыруға болады. Енді бізге VM-нің теңдеуін тап дегендіктен, біз енді осыны ары қарай шығара салайық. -4,5 x азайту 4,5 тең 3,5 y азайтылған 3,5-ді 4-ге көбейтетін болсақ, 3,5-ді 4-ге көбейтетін болсақ, қазір мына жерде тетімді есептей салайық. 3,5-ді 4-ге жарайды. 3,5 2-ге өтсек 7, 7-ні тағы кеселесу деген сөз 14. 14, енді мұны барлығын мына жаққа кетірсек, таңбауын болу үшін 4,5 x қосылған 3,5 y азайтылған мына 14-тен 4,5-ді алатын болсақ 9,5. 14-тен 4-ні алсақ 10,5 аламыз, тең 0. Міне осындай есеп шығады. Енді мынаның барлығын 1,5-ге өтіп, одан да ықшамдауға болады. Бірақ ең бастысы біздің есебіміз шықты. 4,5-ді міне барлығын 3-ке бөлуге болған. 4,5 бөлу 3. 3,5 бөлу 3 шықпайды. Осылай қалтыра салайын. Міне, демек біз берілген медиананың теңдеуін таптық деген сөз. Сонымен балалар, сіздермен осы есепті шығарып көрдік.